Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен картоптан жасалынған рулетті бірге дайындайтын боламыз. Жасалуы өте қарапайым. Бұл тағамды кешкі ас ретінде жасасаңыздар да болады, немесе қонақтарыңызға ассорти ретінде ұсынсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруді кеңес етемін. Видеоны толықтай қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бізге алдымен картоп қажет. Картопты жақсылап жуып, тазалап алып, осылай терканың көмегімен өткізіп аламыз. Бізде теркадан өткеннен кейін картоптың суы шығады. Енді сол суды қолымызбен жақсылап қысып, суының бәрін сорғытып аламыз. Асықпай жақсылап сорғытып алып, ыдысымызға саламыз. Одан соң үстіне үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Жұмыртқаны салып, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Құрамын толықтай описанияға қалдырып өтемін, сол жақтан қарасаңыздар болады. Біздің мінекей начинкамыз дайын болды. Енді начинкамызды сапалы пергаментный бумаганың үстіне осылай төсеп, төртбұрышты қылып жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 20 минутқа салып аламыз. Енді біздің картоптың арасына начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін фаршты қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз. Одан соң үстіне пиязды қосамыз. Тағы да жақсылап қуырамыз. Қызанақ қоссаңыздар болады, немесе болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышты сеуіп, 15-20 минуттай бұқтырып аламыз. Енді дайын болған рулетімізге начинкамызды салып, жақсылап жайып шығамыз. Содан соң осы видеодағыдай ораймыз. Бір жасағаннан шығады, қорықпай жасай берсеңіздер болады. Үстіне соусын дайындаймыз. Ол үшін майонез бен кетчупты араластырып, рулеттің үстіне жағып шығамыз. Содан соң сырымызды себеміз бетіне. Қызып тұрған пеште тағы да бір 10 минутқа салып аламыз. Сол кезде біздің толықтай сырымыз еріп, арасындағы начинка тағы да пісіп, өте дәмді болып шығады. Біздің мінекей рулетіміз дайын болды. Өте дәмді, тойымды. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Ас болсын. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар.